Елімізге келетін импорттық тауар көлемі азайып, экспорттың үлесі көбеюде. Шетелден тасымалданатын азық-түлік 6,2%-ға кеміген. Бұл тәуелсіздік алғаннан бергі ең төменгі көрсеткіш дейді ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков. Оның айтуынша отандық тауарды сыртқа сату қарқын алды. Мәселен, былтыр 12 мың тоннаға жуық ет және ет өнімдері экспортталды. Биылғы жылдың алғашқы 2 айында 620 мың тонна құс еті шетелге шығарылған. Ал былтыр осы мерзімде бұл көрсеткіш небәрі 144 мың тоннаны құрапты. Сондай-ақ сүт және сүт өнімдеріне де сұраныс артып келеді дейді министр. Импорт 2,9 миллиард ақш долларын, экспорт 1,1 миллиард ақш долларын құрады. Азық-түлік импортының төмендеуі алғаш рет былтырғы жылы байқалды. Олардың нақты деректерін айтатын болсақ, мысалы, жалпы азық-түлік импорты 6,2%-ға төмендеді, ал Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келетін импорт 10%-ға дерлік төмендеді.